Қайырлы күн қыздар. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін қарбызды қысқа сақтау жолын үйреніп, менімен бірге эксперимент жасап көріңіздер. Мен бір ғана банкіге жауып көріп жатырмын. Қыста дәмі жақсы шығып жатса, сіздермен бірге бөлісемін. Ең алдымен крышкаларды стерилдеп, банкыны стерилдеп, суымыз қайнағанша қарбызды жақсылап жуып, содамен сыртын тап-таза етіп сүртіп аламыз. Қарбыздың жақсы піскенін таңдау керек. Қатты пісіп кеткені де жарамайды. Бас жағын осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Сосын қарбызды екіге бөлеміз. Және төңкеріп қойып, ірі көлемде кесіп шығамыз. Жұқа қылып туралған жарамайды. Кесілген қарбыздарды банкіге орналастырған кезде сынып кетпеу керек. Міне осылай торт кескендегідей кесіп шығасыздар. Енді стерилденген банкыға қатты нығыздамай жақсылап орналастырамыз. Үстіне сақырлап қайнап тұрған суымызды толтырып құямыз. Және стерилденген дайын қақпағымызды жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткенше банкіге құятын сиропты дайындаймыз. 3 литр банкіге шамамен 1,5 литр су кетеді. 2 ас қасық шекер қостым. 1 ас қасық тұз қостым. Және шай қасықпен 1 қасық лимон қышқылын қостым. Суды газға қойып қайнатамыз. Бағанағы банкіге құйып қойған суды төгіп тастаймыз. Ол жарамайды. Ол суда қарбыздың ішіндегі зиянды заттар осы сумен бірге кетеді. Қайнап тұрған сиропты банкіге толтырып құямыз. Стерилденген қақпағымызды жауып, закрывашкамен жауып шығамыз. Закрывашканың жақсылап жапқанын қадағалаймыз. Жақсылап жаппасаңыздар атылып кетуі мүмкін. Менімен бірге осылай қысқа қарбыз сақтап көріңіздер. Қыста нәтижесімен бірге бөлісеміз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.